сәлеметсіздер ме? Мясо по-французски дейді ғой. Сіздерге фаршпен, яғни балаларға ортақ жегінге тамақ көрсетемін, иншалла. 1 килограмм фаршқа тұз, қара бұрыш, өздеріңіз ұнағанша керегін жасап алыңыздар. Мен ас қасықпен 1 қасықтай салдым. Одан кейін фаршты жайып аламыз. Осылай фаршты барлық жерге бірге жайып алып, қалау фаршты жайып алсаңыздар болады. Яғни осының бетіне бұл қолдан жасалған майонез, яғни менің YouTube каналымда бар. Мына безглютенді кетчуп, қалғанын қоса салайын деп тұрмын. Картошкаға тұзды бұрышты майонезге салып, араластырып алып, бетіне қабат-қабат қойсаңыздар болады. Картошканы осы тұзын салып араластырып аламыз. Мына кетчупты майонезге қоса салып араластыра салайын деп тұрмын, соус жасап. Араластырып аласыздар да. Өте дәмді, духовкада 50 минуттай піседі. 200 градуста. Ортақ жейсіздер, барлығыңыз блюден 1 болсын, блюден 2 болсын, ортақ жейтін тамақ. Соусымыздан оның бетіне жақсылап жағып аламыз. Көрсет. Картошканы барлық жерге бірге қылып жұқа-жұқа жайып шығамыз. Қалғанына тағы да картошканың үстіне тағы да етті жайып аламыз. Қалған картошкамызды осылай слой-слоймен қатарынан кете береді. Жуамызды да сабаламыз, слой-слой қылып. Негізі помидор қойсаңыздар болады бетіне. Біз үйдің бақшаның помидорын жегеннен қазір помидор қоймаймыз. Пияздан кейін осылай слой жүріп шығып, картошканы тағы қойып шығасыздар. Одан кейін бетіне жаңағы майонездің қалған жұмыртқаларын қойсаңыздар болады. Негізінде сыр қою керек, біз сыр бізге болмағандықтан біз жұмыртқаны құя саламыз бетіне. Осы жұмыртқаны бетіне құйып шығасыздар да әр жеріне біріктіру үшін. 280 градуста асықпай пісіріп алсаңыздар болады. Мынаны осы 200 градуста пісіріп аламын. Ас болсын, балаларға ұнайды. Бәрі бірге ортақ, бірінші столда, екінші столда ортақ жейді.